Саламатсыздар ма балалар? Бүгін бізде жаратылыстану сабағынан ерекше сабақ. Ал енді балалар, біз сабақты бастамас бұрын өзімізді не істеп аламыз? Дайындап алайық. Қайки барлығымыз бірге қайталайықшы. Орнымыздан тұрайық, Аллахты сыйлайық, Аллахтан жолығып, болсымызға сыйлайық. Жарайсыңдар балалар, отыра қой. Балалар, біз өткен сабақта пысықтап алайық, вотвол платформасы арқылы берілген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Ал балалар, бізде дөңгелек берілген, осы жердегі қазір бізге таңдап берген сұраққа жауап беретін боламыз. Кім бірінші жауап береді? Айта ғой, Ибрахим. Кеңістігі мен жұлдыздар нені құрайды? Галактиканы, ғарышты құрайды. Жарайсың. Галактиканы және ғарышты құрайды екен. Ары қарай. Келесі сұраққа дайындаламыз. Біздің галактика, кім айтады? Айта. Біздің галактикамыз қалай аталады? Құс жолы. Құс жолы деп аталады. Келесі. Кім айтады? Бекасыл. Мен жүйесінің ғаламшарларын ата. Меркурий, Шолпан, Юпитер, Марс, Венера, Жер, Сатурн, Плутон, Нептун. Яғни күн жүйесінің ғаламшарлары. Дұрыс атады ма балалар? Ары қарай келесі сұраққа назар аударамыз. Сан. Кім жауап береді? Арслан. Сіздер қарағанда галактикамыз неге ұқсайды? Сіздер қарағанда біздің галактикамыз айналып жатқан мөлшершуға ұқсайды. Яғни айналып жатқан неге ұқсайды екен? Мөлшершуға ұқсайды екен, иә балалар? Келесі соңғы сұрақ бізде ғарышта не бар? Кім айтады? Үшінші топта Еркенже айта ғой. Ғарышта не бар? Ғарышта шаң тозаңдар, газ, жұлдыздар, магниттер бар. Дұрыс айтасыңдар, иә балалар? Яғни біз өткен сабақты қорытындыладық. Құрал жабдықтарға қарап, бүгінгі сабағымыздың тақырыбын болжап көрейікші. Нелерді көріп тұрмыз біз? Бекасыл. Ғарыш денелерін көріп тұрмыз. Ғарыш денелерін көріп тұрмыз, иә? Яғни бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы кіші ғарыш денелері деп аталады екен. Сабағымыздың мақсаты астероидтар мен кометалар туралы білеміз. Метеориттің не екенін білетін боламыз. Кіші ғарыш денелерінің жердегі тіршілікке әсерін түсінетін болады екенбіз, иә балалар? Олай болса, барлығымыз дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазып аламыз, иә? Балалар, әдемілеп жазып аламыз бүгінгі күнді. Яғни балалар, кіші ғарыш денелері кім маған атап береді? Қандай кіші ғарыш денелері бар? Нұрлыхан айта ғой. Комета, метеорит. Және метеорит, яғни кіші ғарыш денелеріне балалар, кометалар, метеориттер және астероидтар жатады екен. Ал кіші ғарыш денелерін, яғни барлық аспан денелерін зерттейтін орталық бар екен. Ол орталықтың қалай аталатынын білесіңдер ме? Арслан айталық, қандай орталық екен? Ол орталықтың аты обсерватория. Обсерватория деп аталады екен, яғни біз қазір сіздермен бірге обсерватория туралы бейнеролик көретін боламыз. Біз бірінші бейнероликті көрмес бұрын бізде не болу керек? Рұқсат қағазы болу керек екен, балалар? Қазір мен сендерге рұқсат қағазын таратамын, мойындарымызға тағып аламыз, одан соң барып біз бейнероликті көретін боламыз. Ал енді балалар, сендерге рұқсат қағазы таратылды. Рұқсат қағазында ненің суреті бейнеленді? Телескоп. Яғни балалар, біз телескопсыз кіші ғарыш денелерін көре алмайды екенбіз, иә? Қазір біз қысқаша видеоға назар аударайық.
бір телескоп бар. Біздің кіргеніміз бұл жердегі ең ескісі. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін әкелінген телескоп та осында. Бұл күмбез телескопқа арналған күмбез 1923 жылы салынды. Бірақтан телескоптың өзі одан әлдеқайда ерте салынған. Оған дейін Германияда тұрған, одан кейін осы Қазақстанға алып келді. Қараңғылық астрономдардың өте жақсы құралы деп айтуға болады. Қаланың жағдайда және басқа жағдайлар бақылауға өте қатты кедергі келтіреді. Сондықтан біз түнгі бақылауда Ал күн мен айдың жарығын түсіру үшін күмбездің қақпасы іспеттес құрылғыны ашамыз. Ал телескоптың әрбір ұшы ап-айқын көрінеді енді. Мына біреуі ол көмекші тұрба деп аталады. Ал мынауысы ол негізгі тұрба, негізгі тетік. Осы негізгі тетікпен көзбен бақылауға мүмкіндігіміз бар. Күмбезге кірсеңіз өткен ғасырға түскендей күйінішесіз. Әрбір ұшында көне ғасырдың естеліктері сақталғанды, кәдімгі аспан денесі де бар. Ал мынау Сихот-Альпинский деп аталатын метеорит бөлшегі. 1947 жылы ресейдің қиыр шығысына аспан денесі орнаған. Ол мыңдаған бөлшектерге бөлініп келеді. Одан кейін арнайы экспедиция жасалған кезде Қазақстаннан Владимир Григорьевич Сихотқа қатысып, сөйтіп табылған метеориттердің 3 бөлігін біздің елімізге алып келеді. Әлі күнге дейін мынау сақталып отыр. Өзі кішкентай болса да әжептәуір ауыр, бір ал емес елдей салмақты. Құрастырылғанына бір ғасырдан асқан құрылғы да жарты ғасырлық күмбез де әлі күнге дейін қолданыста. Ал балалар видеоны көріп болса, видеода не туралы айтылған екен? Нені түсіндік, нені көре алдық? Бұяқта кіші ғарыш денелерін зерттеу үшін ең үлкен телескопты қойған орталық. Орталық қалай аталады екен? Обсерватория. Обсерватория екен, иә? Яғни біз кіші ғарыш денелерін көру үшін нені пайдаланады екенбіз? Телескоп. Яғни ол телескоп бізде обсерваторияда орналасып тұр екен, иә балалар? Жарайсыздар. Ал енді балалар топқа бөлініп алайық. Топқа бөліну үшін кіші ғарыш денелері арқылы біз қазір 3 топқа бөлінеміз, иә? Яғни комета тобы, астероид тобы және метеорит тобы болып 3 топқа бөлінеміз. Қайынке, бірінші топ келіп бірінші таңдай қойсын. Екінші топ келе беріңдер. Екінші топ астероидтар тобы және үшінші топ метеорит тобы. Яғни бізде 3 топ болды. Ал балалар олай болса, бірінші тапсырма бізде топтық жұмыс. Яғни қазір мен сендерге мәтін таратамын. Осы мәтінді спираль әдісі арқылы оқитын боласыңдар, иә? Дескрипторға назар аударып оқимыз. Яғни берілген мәтінді түсініп оқысаңдар өздеріңе 1 балл, өз ойларыңды еркін жеткізсеңдер, тағы да 1 балдан көтеріп отыратын боламыз. Бірінші топ, екінші топ және үшінші топ. Күн жүйесінің айналасында өз орбитасымен үлкен эллипс бойымен қозғалып жүреді. Жүйе күннен алыс жерде астероидтар еш ажыратылмайды. Бірақ күнге жақындаған сайын мұзы еріп улана бастайды да ядроның жанында газ тозаңды бұлт пайда болады. Оны кома дейді. Одан кейін күн сәулесіне шағылысып құйрығы жарқырайды. Сондықтан біз оны құйрығы жарқырайтын дене түрінде көреміз. Кометаның құйрығы үнемі оның артына ілесіп жүрмейді. Күннен алыстағанда құйрығы оның алдында болады. Астероид тас кесегінен не металл араласқан тасынан тұратын кіші ғарыш денесі. Оларға шарлар сияқты күн айналаға қозғалады.
күн жүйесіндегі астероидтардың тығыз шоғырланған орны Марс пен Юпитердің арасы. Оның астероидтардың белдеуі деп атайды. Жай көзбен көруге болатын ең ірі астероид Веста деп аталады. Астероидтардың дүрбімен немесе арнайы құралдармен ғана көреді. Планеталық кеңістігінен жерге келіп түсетін метеорлық денелердің қалдықтары. Метеориттер темір тас және тас метеорит болып негізгі үш түрге бөлінеді. Олардың ерекше белгілері қырлары жүзілген сыртында жұқа қабығы және металл шұңқырлары болады. Сындырып қарағанда метеориттің ішкі жағында үлкен қоңыр түстер келеді. Қара немесе ақ түстер сирек кездеседі. Метеорит мөлшерлеріндегі бірінші миллиметрден бірнеше метрге дейін, ал салмағы граммның бірнеше үлкесін ондаған тоннаға дейін жетеді. Ал балалар, енді біз жаңа оқып шықтық, спираль әдісі арқылы. Енді әр топ өзінің жаңағы берілген мәтінін не істейді? Түсінгенін қысқаша айтып шығуы тиіс. Бірінші топтан, комета тобынан кім айтады? Бекасыл. Түнгі аспан кометаны көру сирек және есте қаларлық болады. Ол күнге жақындаған сайын ери бастайды. Ол буланып, құйрықтары жарқырай бастайды. Оны кома дейді. Бекасылдан басқа тағы кім қосады? Асия. Одан кейін күн сәулесі шағыласып, оның құйрығы жарқырайды. Біз оның құйрығы жарқырайтын дене түрінде көреміз. Оның құйрығы үнемі артына ілесіп жүрмейді. Күннен алыстағанда оның құйрығы алдында болады. Яғни күннен алыстаған сайын оның құйрығы қайда болады екен? Алдында болады екен, жарайсыңдар балалар. Ал енді екінші топ. Кім айтады? Арслан бастай ғой. Астероид туралы қысқаша мәлімет береді. Астероид тас пен металл араласқан ғарыш денесі. Біз астероидтар кәдімгі планета сияқты күнді айналып жүреді. 9 планетаның арасындағы астероидты шоғырланған орны Юпитер мен Марстың арасы. Оның арасында не істейді олар? Арасында Марс пен шоғырланады. Оны астероидтар белдеуі деп атайды. Астероидтар әлемдегі ең үлкен көптен көрге болатын астероид Веста астероиды деп аталады. Тағы да кім қосады? Нұрлыхан. Астероидтарды дүрбімен немесе құрал жабдықтармен көруге де болады. Яғни немен көреміз? Телескоп. Телескоппен көресіз екенсіз. Ал енді үшінші топтан, метеорит тобынан кім айтады? Ибрахим бастай ғой. Метеорит планетааралық жерге түсетін метеор қалдықтары. Ол темір, тас және де тас болып үш түрге бөлінеді. Оның ерекшелігі қырлары мүжілген және де шытында жұқа қабығы болады. Одан сындырып қарағанда ішінде күлгін, қоңыр, қара, ақ түсте болады. Ақ пен қара түсі сирек кездеседі. Тағы да кім алып қосылатын? Метеорит ол жерге түсіп келе жатқанда метеор болады. Ал жерге түскен сәтте метеорит болады. Ол жерге түскен сәтте жерді ойып жүреді. Оның ең үлкен ұзындығы 10 метрге жуық, ал ең кішісі 40-45 сантиметр болады. Тағы да кім қосады? Димаш айтады. Метеорит жерге түскенде қатты сарқылдағы дыбыс шығарады. Метеорит механикалық құбылыстар байқалады. Механикалық құбылыстар, яғни байқалады деген, отырады. Яғни балалар, көрдіңдер ме? Үш топтан жақсы, яғни мәтін бойынша жауап бере алдық. Қазір мен сендерге зымырандарды таратамын. Осы зымырандар арқылы біз бүгін 10 балдық жүйемен өзімізді не істейміз? Бағалап отыратын боламыз, иә? Тез таратайын.
Скриптор бойынша 10 балдық жүйемен өзімізді бағалайық, иә? Берілген мәтінді түсініп жүргізе оқыды. Яғни барлық оқушы оқи алды, өзіне бір ғана балл қояды. Ал егер де өз ойларын еркін жеткізіп, мәтінді түсінгендерін айтқан оқушылар өзіне 2 балл қояды. Түсінікті ме балалар? Оқыған балалар, яғни топта 1 баллға көтереміз. Ал түсінгенін айтқан балалар өздеріне 2 балдан қойып отырамыз. Жарай ма? Қойдық та балалар? Олай болса балалар бізде тапсырма топтық жұмыс. Бірінші топ, яғни кометаның құрылысын сызып айтады. Екінші топ астероид белдеуінің моделін жасайды. Және үшінші топ метеориттерді ғарыш аймағына бейнелейтін болады. Дескрипторы комета құрылысын сызып айтқандар, яғни 1 балл қояды. Астероид белдеуінің моделін жасағандар 1 балл қояды. Метеориттерді ғарыш аймағында бейнелегендер 1 балл қояды. Және жұмысты қорғаған оқушы өзіне 1 баллды қоятын болады. Тобы бірігіп жұмыс жасаймыз. Бастай беріңдер. Метеорит. Тұрып барлығымыз бірге жұмыс жасаймыз, балалар. Ал қанеке балалар, дайын болса, бірінші топ шығып ортаға қорғай қойыңдар. Келе қойыңдар ортаға. Келдір барлықтарың. Келдір аласа. Бірінші топтың қорғаған жұмысын, жасау жұмысын қарайық, иә? Айтам берген тапсырма комета құрылысын сыз. Мынау ядро, ал мынау бас, 2 құйрық, кома. Ары қарай, тағы. Бұл ядро ядромен бас күнге жақындаған сайын ол еріп газ бөлініп оған құйрық пайда болады да астында кома пайда болады. Сосын ол жарқырай бастайды. Осыны кома деп атайды. Оның құйрықтары жарқылағанда оның артынан жүрмейді. Ол жақындаған сайын алдында болады. Тағы да. Арсен айтауға ары қарай жалғастыр. Оның құйрығы үнемі артында болмайды. Оның құйрығы күннен алыстаған сайын оның құйрығы алдында болады. Жарайсыңдар балалар, иә? Қанеке, бірінші топты бағалайыншы, балалар. Отыра қойыңдар. Балалар, екінші топ дайынбыз ба астероид тобы? Қанеке, ортаға шығып өзіміздің жұмысымызды қорғайық, иә? Біз астероид белдеуінің моделін жасадық. Астероидтар кішкентай болғандықтан олар Марс пен Юпитердің арасында шоғырланады. Қане көрсете ғой? Яғни ортасында не істейді екен? Шоғырланады. Астероидтар кішкентай болғандықтан біз оны тек қана телескоппен көре аламыз. Тағы қосатындар бар ма? Яғни қараңдаршы балалар, дұрыс орындаған ба, иә? Марс пен Юпитердің арасында майда кішкентай ғана астероидтар шоғырланады екен, иә? Белдеуін дұрыс жасаған ба? Иә. Дұрыс жасаған екен, иә? Отыра қойыңдар. Әкеле отырыңдар. Қанеке бағалап жіберейік балалар. Келе қойыңдар ортаға. Өзіміздің жұмысымызды бағалаймыз. Қанеке, үшінші топты тыңдайшы, қазір бағалайтын боламыз. Мынау метеорлар, олар жерге түсіп келе жатыр, ал мына метеорит, ол
Уже жерге түсіп жарылар, а мынау атмосфера. Ал енді кім қосады? Метеорит ол ғарышта келе жатып жарылып кетсе, ол метеор болады. Ал жерге түскенде метеорит болады. Оның ең үлкені 10 метрге жуық, ал ең кішісі 40-45 сантиметр болады. Яғни балалар көрдіңдер ме? Олар ұшып жерге түсіп келе жатқан кезде не болады екен? Метеор болады екен да, жерге түскеннен кейін ол метеорит болады екен. Қанша үшінші топты бағалайықшы? Отыра қойыңдар. Ал енді балалар өзімізді бағалау шкаласымен не істейміз? Бағалайтын боламыз. Яғни кометаның құрылысын сендер сыздыңдар, барлығымыз өзімізге 1 балл көтереміз. Егер де қорғаған балалар болса арасында, олар өздеріне 2 балдан қояды. Түсінікті ма? Сендер де балалар тура сондай. Бізге балды қойдық па? Ал олай болса, ары қарай тапсырмамызға көшейік. Қазір бізде сергіту сәті болады. Енді балалар, біз сабақты ортасына бір сергітіп алайық, Ал балалар бір сергітіп алса, келесі тапсырмамызға көшеміз. Келесі тапсырма бізде балалар жұптық жұмыс. Қазір мен сендерге мынандай метеориттерді тарататын боламын. Осы метеориттің аңында бізге тапсырма берілген. Яғни оқып, жұпта жұмыс жасайтын боламыз. Түсінікті ма? Екеуің бірге. Қайки тез атындағы тапсырманы оқып орындайтын боламыз. Бегасу Арсен оқи қойыңдар. Кезектесіп тұрып оқимыз, Тұман ішінде жарқыраған ноқат тәрізді көрінетін, оның басымен құйрығы болады комета. Екеуін оқи қой. Қаз кесегінен металл араласқан тастан тұратын кіші ғарыш денесі метеорит. Планетарлық кеңістігі жерге келіп түсетін денелер қалдықтар астероид. Яғни біріншісі комета, екіншісі метеорит, үшіншісі астероид болды. Дұрыс. Қайки өздері оқи қойыңдар, тұрып оқимыз. Жарқыраған ноқат тәрізді көрінеді, оның басымен құйрығы болады комета. Тас кесегінен не металл араласқан тастан тұратын кіші ғарыш денесі астероид, яғни бұларда бір қателікті. Үшіншісін оқи ғой. Планетаралық кеңістік жерге келіп түсетін денелердің қалдықтары метеорит. Яғни бұларда дұрыс жазылған, бірақ оқыған кезде шатасы болып тұр бұл жұп, Жарқыраған ноқат тәрізді көрінетін, оның басымен құйрығы бар комета. Тұрып оқи ғой. Тас кесегіне металл араласқан тастан тұратын кіші ғарыш денесі астероид. Үшіншісін оқи ғой. Планетарлық кеңістік жерге келіп түсетін денелердің қалдықтары метеорит. Яғни метеорит. Бұл жұп үшеуін де дұрыс орындаған екен. Қанды екеуін оқи қойыңдар. Бітсекте жарқыраған ноқат тәрізді көрінеді, оның басы мен құйрығы болады комета. Екіншісін кімге бере ғой?
Екеуін де оқи ғой, Ибрахим. Тас кесегінен немеді араласқан тастан тұратын кіші ғарыш денесі астероид планета аралық кеңістіктен жерге келіп түсетін денелердің қалдықтары метеорит. Бұл жұпта өте дұрыс орындаған екен, яғни өзімізге дескрипторге қарап не істейміз? Бір балдан көтеріп отырамыз, дұрыс орындағандар, Кәне Нұриман оқи ғой. Тұман ішінде жарқыраған науқат тәрізді көрінеді. Оның басы мен құйрығы тұман болады. Комета тас кесегінен металл араласқан тастан тұратын кіші ғарыш денесі астероид планетаралық кеңістіктен жерге келеді түсетін денелердің қалдықтары метеорит. Үшеуін де дұрыс орындаған екен. Тұман ішінде ноқат тәрізді көрінген оның басы мен құйрығы болды. Тас кесегінен металл араласқан тастан тұратын кіші ғарыш денесі астероид планеталық кеңістіктен жерге келіп түсетін денелердің қалдықтары метеорит. Бұларда да үшеуін де дұрыс орындаған екен. Тұман ішінде жараған ноқат тәрізді көрінеді. Оның басы мен құйрығы болады. Комета. Тас кесегінен не металл араласқан тастан тұратын кіші ғарыш денесі метеорит. Планеталық аралық кеңістіктен жерге келіп түсетін денелердің қалдықтары астероид. Яғни бұл жерде Нұрлыханда екі қате болып тұр, метеорит пен астероидтың орнын ауыстырып жазған екен, яғни бұл өзіне бір балды қоймайды деген сөз. Ал кім дұрыс орындады, өзіне бір балдан жоғары көтеріп отырады. Екеуін оқи ойындар. Тұман ішінде жарқыраған ноқат тәрізді көрінеді. Оның басы мен құйрығы болмайды. Комета. Болады. Екеуін оқи ғой. Тас кесегінен не металл араласқан тастан тұратын кіші ғарыш денесі метеорит. Планетарлық кеңістіктен жерге келіп түсетін денелердің қалдықтары астероид. Бұл жұпта да екеуінің орнын ауыстырып қойған, метеорит пен астероидтың. Яғни бұл жұпта өздеріне бір балды қоймайды деген сөз, балалар, өздерімізге бір балдан жоғары көтереміз. Қай жұп дұрыс орындаған болса, бір балға жоғары көтереміз. Келесі тапсырма бізде, төртінші тапсырма World платформасы арқылы бекіту сұрақтарына жауап беретін боламыз, Яғни қазір сендерге сұрақ шығады, сендер сәйкестендіру арқылы сұраққа жауап беретін боласыңдар. Дескрипторы сұраққа дұрыс жауап берсеңдер, яғни сәйкестендірсеңдер, өздеріне бір балдан қойып отыратын боласыңдар. Бірінші сұраққа кім жауап береді? Айқын. Сақинасы бар ғаламшар Сатурн. Сақинасы бар ғаламшар Сатурн. Дұрыс. Келесі кім оқиды? Сұраққа кім жауап береді? Әрсен. Саныз көргізді құралған алып жүйе. Галактика. Келесі құйрығы бар ғарыш денесі. Еркенжек. Оқи ғой, сосын құйрығы бар ғарыш денесі комета. Келесі Нұрлыхан. Кометаның басы клонок. Келесі сұраққа. Кометаның орталық бөлігі ядро. Келесі Ернұр. Күн жүйесіндегі ғарыш денелерін қозғалту жолы. Оқып, сәйкестендіре ғой. Жерге құлаған аспан денесі метеорит. Келесі соңғы сұрақ. Рахман, келе ол. Астероид пен жерге жақын орналасқан жер тобына жататын ғаламшар Марс. Ал енді балалар, дұрыс жауабын көрейік,
Дұрыс. Яғни барлығы дұрыс екен. Дұрыс орындаған балалар, тақтаға шыққан балалар өзімізге 1 балдан жоғары көтереміз. Сабағымызды қорыта келе үй жұмысын алайық. Үй тапсырмасы галактиканың шағын моделін үйде жасап келетін боласыздар. Ал енді балалар, қазір біз додекаэдр әдісі арқылы несеміз бүгінгі сабақты қорытындылайтын боламыз. Күн жүйесінде қанша ғаламшар бар? 8 ғаламшар бар. Келесі. Басқа айтқан соғыс қазақ ғарышкерді атап тұқтырылды. Ғарыш айлағында дегеніміз не? Ғарыш айлағы дегеніміз не? Галактика. Жоқ. Қай топканке құрып білсекші? Айтамын. Ал зымыран ұшыратын жер. Зымыранды ұшыратын жер Байқоңыр не деп аталады екен? Ғарыш айлағы деп аталады екен. Менің көңіл күйім әдісі арқылы несеміз кері байланыс беретін боламыз. Қазір мен сендерге таратамын. Сендер осы жерге өздеріңе сабақта ұнаған тұстарын не істейсіңдер? Жазып, өздеріңнің көңіл күйлеріңді білдіретін боласыңдар. Ал қайки кім дайын кері байланыс береді? Бақай Ибрахим. Бүгінгі сабақта маған WordPress платформасы ұнады. Жарайсың. Кері дайын Асылбек айтамын. Маған бүгінгі сабақ қатты ұнады. Қай тапсырма ұнады саған? Футбол. Ол жерде қайсысы именно үй тапсырмасын бекіту ма, немесе сәйкестендіру ұнады ма? Сәйкестендіру. Арсен? Маған бүгінгі сабақта WordPress әдісі ұнады. Келесі, Бекасыл. Маған WordPress платформасы ұнады. Сәйкестендірумен ұнады. Бүгінгі сабақ ұнады. Қандай тапсырмасы деген ұнады саған? WordPress. Маған бүгінгі сабақта топтық жұмыс ұнады. Маған футбол әдісі ұнады, сосын топтық жұмыспен ұнады. Сабақта маған WordPress платформасы ұнады. Және топтық жұмыстар ұнады, өйткені маған Марс пен Юпитердің арасына астероидтарды жабыстырған ұнады. Қай көңіл күйін көрсете ғой? Өте жақсы, Бүгінгі сабақта сендер неше балл жинадыңдар, Арсен, сен өзіңе екінші балл жинадың? 8 балл жинадым. Мен бүгінгі сабақта 5 балл ойындым. Айсұлтан? Мен бүгінгі сабақта өзіме 6 балл Келесі, Асылбек, қанша балл алдың? Мен бүгінгі сабақта 6 балл алдым. Айқын? Мен бүгінгі сабақта 4 балл алдым. Мен бүгінгі сабақта өзіме 9 балл алдым. Дұрыс. Жарайсың. Сабақта өзіме 6 балл алдым. Нұриман? Мен бүгінгі сабақта өзіме 6 балл алдым. Димаш? Мен бүгінгі сабақта 7 балл алдым. Мен бүгінгі сабақта 8 балл алдым. 6 балл алдым. Жарайсыңдар балалар, яғни өздеріне тиесілі балды қойған екенсіңдер. Қайки барлығымыз орнымызда тұрамыз. Бүгінгі сабаққа белсенді қатысқандарыңыз үшін рахмет балалар, сау болыңдар.